болып, соның өзегі болып жаратылған адам баласы текке өмірге келді деуге мүлде қисынға келмейді. Адамның бойындағы жан ол мына Құдайдың мәңгілік нұрының бір жарқ еткен сәулесі. Сапалы өмірге талпыну керек. Сынақ деген жақсылықтың өзі де сынақ. Байлықтың өзі де сынақ. Білімнің өзі де сынақ. Мәртебе, атақ, даңқ бәрі сынақ. Сыналмайтын адамның сынаққа түспейтін уақыты жоқ. Дәл қазіргі қоғамда көпшілігіміздің қалайтынымыз ол сапалы өмір. Ал енді сол сапалы өмір сүруге не әсер етеді деп ойлайсыз? Қайткенде сол сапалы өмірге қол жеткізе аламыз? Өте жақсы. Жаңа да айтып өттік, адам баласы өмірге келгеннен кейін ол сапалы өмірге сүруге құқылы және соған талпыну керек. Өйткені адам баласы негізі біз тектен текке өмірге келгенбіз жоқ. Әрбір адамды Алла Тағала жаратушы белгілі мақсатпен өмірге жібереді. Өзің ойлап көрші енді, бүкіл дүниенің 18.000 ғаламның ядросы болып, соның өзегі болып жаратылған адам баласы текке өмірге келді деуге мүлде қисынға келмейді. Адам баласы өмірге белгілі мақсатпен келеді. Ал осы мақсат жолында адам үнемі талпыну керек. Себебі адамның бойындағы жан ол мына Құдайдың мәңгілік нұрының бір жарқ еткен сәулесі. Сондықтан адам баласы өмірге құштар. Адам баласы қиындық көрсе де, қартайса да, мына жарық дүниеден қол үзгісі келмейтін себеп сол. Адамдар Құдайдың және жаратушының шексіз жарық нұрының шағылысып түскен сәулесі секілді дүние. Сондықтан олар жақсылыққа талпыну керек. Сапалы өмірге талпыну керек. Тазалыққа талпыну керек. Имандылыққа талпыну керек. Білімділікке, дәулеттілікке талпыну керек. Жалпы адам баласы ең жақсы дүниелерге талпыну керек. Бірақ өкінішке орай адамдардың талпынуымен бірге қиындықтар да көп. Өйткені жалпы өмірдің өзі қиындықтарға толы, сынақтарға толы. Сынақ деген уақытта біз көп адамдар ойлаймыз, қиындықтар, аурулар, жоқшылықтар, тағы басқа бір проблемалар ғана қиындық болған дүниелер. Осылар ғана сынақ деп. Жоқ. Сынақ деген жақсылықтың өзі де сынақ. Байлықтың өзі де сынақ. Білімнің өзі де сынақ. Мәртебе, атақ, даңқ бәрі сынақ. Сыналмайтын адамның сынаққа түспейтін уақыты жоқ. Сәт сайын, минут сайын, барлық уақытта адамдар сынақпен жүреді. Сондықтан адамдардың кез келген ортада, түрліше жағдайларда өмір сүруі, адамдардың сапалы өмірге жетуіне кейде бір қолдау көрсетеді, кейде өзінің кедергісін келтіреді. Бұл көбінде дәуіріне, уақытқа да байланысты. Мысалы, кейбір уақыттарда соғыстар болады өмірде. Міне ол уақытта сенің жаңағы жасаймын деген керемет болашағың жасалмай қалады. Өйткені байтал түгіл бас қайғы деген бастың амандығы бірінші орынға өтіп кетеді. Енді бір уақыт болады, сенің ортаң, туып өскен ортаң саған ондай мүмкіндік бере алмайды. Мысалы, жоқшылық, кедейшілік ортада өскен адамдар дарынды болса да, ана топыраққа түсіп, содан өнім бермей, сол топырақта чіріп кеткен ана астықтың дәні секілді, өзінің керемет дарынын, қабілетін ашып көрсете алмай кетеді. Бұл оның жаңа уақытпен өзінің ортасына байланысты болып қалады. Енді кейбір орталар болады, оған мүмкіндік береді. Мысалы, біздің қазақтың алашордалы уақытындағы, одан бұрынғы, одан кейінгі былай қарайтын болсақ, осы жұртқа таныс бүгінгі, біздің ұлықтап жүретін, біздің
құрмет көрсететін ұлт зиялыларының көбі сол бардам орталардың балалары, дәулетті адамның балалары. Оқыған, тоқыған, ел билеген, осындай бір әулеттен шыққандар. Себебі ол уақытта екінің бірі білімге қол жете бермейді. Енді ол бүгінде де бар ғой, бүгінде де бар. Мәселен, бүгінде бір шетелдерге керемет бір оқу орнын оқуың үшін енді мемлекеттің де мүмкіндігі бар беріп жатқан. Бірақ жеке адамның мүмкіндігі болса, оның жақсы білім алуына да мүмкіндік бар. Сондықтан өскен орта, жасаған уақыты, дәуірі, содан кейін жаңағы сол орта, сол дәуір негізінде қалыптасқан, өзінің мінезі негізінде қалыптасқан бағанағы дүние танымы осы адамдардың сапалы өмір сүруіне әсер етуші үш үлкен фактор деп есептеймін. Бірақ осының ішінде уақыт та, орта да қосымша фактор. Бірақ ең басты фактор адамның өзінің дүние танымында. Өйткені сондай нашар ортада, шарт жағдай жоқ ортада туылған, сөйте отырып адамзаттың тарихына өшпесіз қалдырған адамдар қаншама тарихта бар. Керісінше, сондай бай бағлан ортада, төрттілігі сай ортада туылып, бүгінгі таңда ештеңеге жарамай, алқаш болып, көше кезіп, қаңғырып кеткен, не қылмыс өткізіп, өзінің өмірін күйреткен адамдар қаншама. Бұның барлығы адамның өзінің дүние танымына байланысты деп ойлаймын. Таным мәселесіне келіп